3 сынып оқушысы Захида Сабыр оқуда озат, білімге құмар, әрдайым ізденісте жүретін оқушылардың бірі. Небәрі 9 жасар жас ғалым мектеп бағдарламасын оқып білумен ғана шектеліп қалмай, қазірдің өзінен бастап өзін қызықтырған тақырыпты тереңірек зерттеуді алдына мақсат етіп қойған зерек оқушы. Захида биылғы Зерде республикалық байқауына апарған зерттеу жұмысының тақырыбында кездейсоқ таңдамағанын айтады. Әжем бір күні маған мынандай аңыз айтып берді. Бір күні бір қарт әже болыпты. Оның бала-шағасы қарт әжені алыс жер далаға апарып тастайды. Сонда әже бір ай бойы бір тамақтың арқасында аман тірі қалады. Ол тағам қазақтың ұлттық тағамы құрт болды. Сол ғажап тамақты мен зерттедім. Сонда мені мынандай сұрақтар қызықтырды. Құртты қалай дайындайды? Оның қандай пайдасы бар деген сұрақтар қызықтырды. Сондықтан да ғылыми жобамның тақырыбын құрт қазақтың ұлттық тағамы деп алдым. Захиданың сынып жетекшісі Айдана Қалилаева жас маман болғанына қарамастан осымен 2-ші жыл қатарынан республикалық байқауға өзінің оқушыларын дайындауда. Ол Захиданың мақсат қоя білетіндігін және сәтсіздіктерге мойымайтындығын ерекше бағалайтынын айтты. Себебі бұл Захиданың аталмыш байқауға бірінші қатысуы емес. Негізі бұл жобамен айналысып жатқаны 2 жыл болды. Бірақ та өткен жылы ол құрттың жасалу тәсілдерін мысалы ауылда, қалада және әдебиеттердегі мәліметтерді реттеп, саралап зерттеген болатын болса, ал биылғы жылы құрттың жаңа түрін ойлап тапты. Әрине бұл жерде керемет үлкен бір жаңалық ашты деп айту мүмкін емес, бірақ баланың өз деңгейінде өзіне бір жаңалық ашу арқылы өзінің жасындағы балалардың арасында сұранысты арттыра білді деп есептейміз. Өзім 4 баланың анасымын. Осы 3-ші баламыз Захида. Бұл бала енді ерекше деп айтсам да болады. Бұл бала көбінесе оқиды, көбіне ертегілерді оқиды, бұқар жыраулар жақсы көреді, өте әдеби кітаптарды өте жақсы көреді. Мектепте өзі озат, оқушым. Енді біз бұл құртты таңдағанымыз, біз отбасымыз әкесімен бәрімен ақылдасып, бір осы қазақтың ұлттық тағамын жаңғыртайық. Қазіргі біздің осы рухани жаңғыру деп атымыз, соны әрі қарай қызығушылықты нетіп, өзіміз ұлттық бренд сияқты көрсеткіміз келді. Небәрі 3-ші сыныпта оқитын Захида кішкентайынан өзінің алғырлығымен ерекшеленген. Ол республикалық байқаудағы жетістігімен шектеліп қалмай, келесі жылы да ұлттық сананы жаңғыртуға, ұлттық тағамдарды насихаттауға бағытталған тың тақырыпты зерттеу жұмысына арқау етуді жоспарлап отыр. Болашақта мен халқымыздың одан әрі насихаттай отырып, тек Қазақстан жерінде ғана емес, әлемдік аренаға өз үлесімді қосса деймін. Себебі елбасымызды мәңгілік ел идеясын жүзеге асыруға атсалысу сіз бен біздің басты міндетіміз. Елбасының бастамасымен ашылған Назарбаев зияткерлік мектебі бүгінде бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеуде республикадағы алдыңғы қатарлы оқу орындарының біріне айналып отыр. Мектеп оқушыларына озық технологияларды қолдана отырып, білім беру, оларды бастауыш сыныптан бастап ғылымға баулу үшін толық жағдай жасалған. Айгерім Бекмағамбетова, Павел Соловьев, Көкше ақпарат.